Сәлеметсіздер ме білім алушылар? 9 сынып емтиханға дайындық есептерін жалғастырамыз. Бізде 16 нұсқаның В бөлімі 11 есеп. Хорға 9 адам қатысады дейді. Және солардың ішінен екеуін таңдап алуымыз керек. Қанша тәсілмен таңдап алуға болады? Бізде барлығы 9 адам. Таңдап алуымыз керек 2 адамды. Егер алдыңғы сабақтан көрген болсаңыздар, комбинаторика есептеріне мысал келтірген болатынмын. Терумен орналастыруды қалай ажыратамын деген сабақ бойынша қарап шығуларыңызға болады. Бұл теруге берілген есеп. Себебі бұл жерде қалай таңдап аламыз, реті маңызды емес. Сондықтан бізге 9 адамның ішінен 2 адамды таңдап аламыз. Сол жеткілікті болып табылады. 9 факториал бөлімінде 2 факториал көбейту 9 азайту 2 факториал тең болады. Ал мұнда 9 факториалды қалдырамын. Бөлімінде 2 факториал көбейту 9-дан 2 аламын 7 факториал тең болады. 9 факториалды жазып қоямын. 2 факториал дегеніміз ол 1 мен 2-нің көбейтіндісі 7 факториал. Немесе мына жерде 9 факториалдың орнына 7 факториал көбейту 8, 9 деп жазуымызға болады. 7 факториал мен 7 факториал қысқарып кетеді. 2 мен 8-ді қысқартамын 4, 4, 9, 36. Хордағы 9 әншінің ішінен 2 әншіні 36 тәсілмен таңдап алуға болады. 12 есеп өрнекті ықшамда. 0,7-ні жазып аламыз. 0,7 көбейту 125-ті 25 көбейту 5 деп жазамын. Азайту 1,2 80-ді 16 көбейту 5 деп жазамын. Қосу 0,9 түбір астында 5. Түбір асты 25-тен 5 шығады. 0,7 көбейту 5 түбір астында 5 қалды. Азайту 1,2 16-дан түбір астынан 4 шығады. Түбір асты 5. Қосу 0,9 түбір асты 5. Келесі 0,7-ні 5-ке көйсем 3,5 түбір асты 5. Азайту 1,2-ні 4-ке көйтемін 4,8 түбір асты 5. Қосу 0,9 түбір асты 5. Барлығында да түбір асты 5 көбейтіліп тұр. 3,5-ке 0,9-ді қосамын. 4,4 түбір асты 5. Азайту 4,8 түбір асты 5. Таңбалар әртүрлі. Модуль үлкеннен модуль кішісін азайтамын. Минус 0,4 түбір асты 5 шығады. Өрнекті ықшамдадық. 12 есептің Б-сы түбір асты 80 саны қандай 2 натурал санның арасында орналасады? А және Б сандар деп алайын, және бұл жердегі А және Б сандары натурал сандар болу керек. Енді түбір асты 80-ді квадраттасам 80 болады. Бұның квадраты, А-ның квадраты. Енді ойлаймыз. 80-нен үлкен сан 81, ол себебі 9-дың квадраты ғой. Және 80-нен кіші сан 64, ол 8-дің квадраты. Сонда түбір асты 80, 8 бен 9 сандарының арасында жатады екен. 12 есептің В-сы 0 бүтін периодта 71 шексіз периодта ондық бөлшегін жай бөлшек түрінде жазуымыз керек. Ол үшін қалай жазамыз? Мінекей. 0 бүтін периодта 71. Мұна периодта қанша цифр бар, сонша 9 саламыз. Яғни 2 цифр бар, 2 9 саламыз. Және осы периодта тұрған санды алымына жазамыз. 0 бүтін периодта 71 тең болады 99-дан 71. 13 есеп бөлшектің бөлімін иррационалдықтан құтқару. Немесе кейбір кітаптарда бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босатыңыз деп береді.
Бұл жерде түбірасты 11 қосу түбірасты 7. Яғни түйіндесіне көбейтеміз. Түбірасты 11 қосу түбірасты 7-нің түйіндесі, ол түбірасты 11 азайту түбірасты 7. Себебі біз өзіміз жақсы білетін қысқаша көбейту формуласы бар ғой, а квадрат минус б квадрат. Екі өрнектің айырмасы мен екі өрнектің қосындысына жіктеледі. Мінекей бізге осы формулаға келтіру керек. Бөлімін көбейттік екен түйіндесіне, демек алымын да көбейтуіміз керек. Азайту түбірасты 7. Бөлшектің бөлімі, мінекей мына формула бойынша, түбірасты 11-дің квадраты азайту түбірасты 7-нің квадратын береді. Алымын солай жазып қоямыз. Тең болады. Түбірасты 11-дің квадраты өзіне тең 11-ге, түбірасты 7-нің квадраты 7-ге тең. Тағы да жазып қояйын алымын. 11-ден 7 аламын 4, қысқартамын. 2-ке бөліп жіберсем 5. Және 4-те 2-ке бөлсем 2. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан құтқардық, немесе босаттық деп айтамыз. 14-ші есептің асы бөлшекті қысқарту. Бөлшекті қысқарту үшін бөлшектің алымын, бөлімін түрлендіруіміз қажет. Бөлшектің бөлімі қысқаша көбейту формуласы бойынша m азайту 1-дің квадратына келіп тұр. Мына жерге жазып қояйын. А азайту b-ның квадраты тең болады. Бірінші өрнектің квадраты азайту 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі қосу екінші өрнектің квадраты. Енді алымын қараймыз. m куб минус m квадрат екеуінің ортақ көбейткіші m квадрат. Жақшаны сыртына шығарамын. Жақшаның ішінде қалады m азайту 1. Қосамын m азайту 1. Екеуіне де ортақ көбейткіш, енді m азайту 1. Жақшаның ішінде қалады m квадрат, қосу 1. m азайту 1-дің квадраты. Қысқартамын, квадратымен қысқарады. Сонда қалады m квадрат қосу 1, бөлімінде m азайту 1. Бөлшекті қысқарттық. 14-ші есептің бысында дәл осы өрнек m-нің қандай мәнінде өрнектің мағынасы болмайды дейді. Біз асында бөлшекті ықшамдап алдық қой. Дәл солай етіп жазып алуға да болады. Немесе осы бастапқы түрмен де қалдыра беруге болады. Ешқандай бұл жерде айырмашылығы жоқ. Енді бөлшектің мағынасы болмау үшін біз бөлімін қарастырамыз. m азайту 1 тең болады 0. m тең 1. Бөлшектің мағынасы болмайды, егер m 1-ге тең болса. Себебі бөлшектің бөліміне m-нің орнына 1-ді апарып қоямын, 1-ден 1 аламын, 0 шығады. Біз мектеп бағдарламасында кез келген санды 0-ге бөле алмаймыз. Сонда m 1-ге тең болған кезде берілген өрнектің мағынасы болмайды, бөлшектің мағынасы болмайды. m 1-ге тең болған кезде. 15-ші есептен мынадай тізбек берілген 1, 4-тен 1, 9-дан 1, 16-дан 1, тағы сол сияқты. Байқап отырсақ, бұл бізде шексіз кемелі тізбек болып тұр, кеміп жатыр. Енді асында айтады бізге. Осы тізбектің келесі мүшесін жазуымыз керек. Тізбектің келесі мүшесін жазуымыз үшін біз мына жердегі заңдылықты анықтап алуымыз керек. Байқап отырсақ, 1-ден басталды, 1-ді 4-ке бөлді, 1-ді 9-ға бөлді, 1-ді 16-ға бөлді. Демек, келесі мүшесі тізбектің 1-ді 25-ке бөлу. Себебі 1-ді 1-дің квадратына бөлдік 1, 1-ді 2-нің квадратына бөлдік, 1-ді 3-тің квадратына бөлдік, 1-ді 4-тің квадратына бөлдік. Демек, келесі мүшесі 1-ді 5-тің квадратына бөлу деген сөз. Енді жалпы түрін жазатын болсақ, 1 бөлінген n-нің квадраты. Бысында бізге айтады, осы тізбектің жалпы мүшесін табу формуласын жазыңыз дейді, және де 12-ші мүшесін табуымыз керек. А тізбегі болатын болса, А 12-ні табу керек деген сөз.
бір бөлінген, мына n-нің орнына 12 қоямын, 12-нің квадраты, демек 1 бөлінген 144 деген сөз. 16-шы есеп А және Б пункттерінен тұрады. А бөлімінде айтады, Петя қандай да бір ойын сүйегін лақтырған. Және ойын сүйегін лақтырған кезде оның жоғарғы жағында жұп сандар шығуының ықтималдығы қандай дейді. Бізде ойын сүйегін білесіздер, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандарынан тұрады. Яғни 6 жағында осы сандар бейнеленген. Енді бұлардың ішіндегі жұп сандарымыз, немесе жұп цифрымыз 2, 4, 6. Осы үшеуінің біреуі түседі деген сөз. Сонда ықтималдық бойынша, егер А оқиғасы лақтырылған, жаңағы ойын сүйегі лақтырылған кезде жұп сандар түсті деп қоятын болсақ А оқиғасын, бізде барлығы 6 жағы бар, және соның ішінде жұп санның түсуі ол 3 жұп сан бар. Сонда бізде жұп санның түсуінің ықтималдылығы 2-ден 1 деген сөз. Ал бысында айтады, әрбір 1000 электрлік шамның 5-еуі ақаулы. Осы 1000 шамның ішінен бізге ақаусыз шам сатып алудың ықтималдылығын табыңыз дейді. Б оқиғасы деп алайын, бұл оқиғасы жаңағы ақаусыз шам түсуі бізге. Енді қараңыздар, 1000-ның ішінен 5-еуі ақаулы болса, демек сіздер 1000-нан 5-ті алып тастайсыздар. 995. Сонда барлығы 1000, оның ішінен бізге ақаусыз түсу үшін мына 995-тің ішінен болу керек. Ары қарай қысқартып жіберуге болады, болмаса 0,1000-нан 995-те жазуға болады. Ықтималдылығы осындай екен. 17-ші есеп, бізге арифметикалық прогрессия берілген. Арифметикалық прогрессияның 17-ші мүшесі берілген және айырымы берілген. Ал бізге табу керек бірінші мүшесін және 21 мүшесін. Жалпы арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын жазып қояйын. Бізге 17-ші мүшесі беріліп тұр. Демек А17 үшін жазамын. А1 қосу 16-ды. Бұл жерде А1-ді тауып алуымыз керек. А1-ді табу үшін А17-ден азайтамын 16-ды. А1 тең болады 2,7, азайту 16-ны 0,1-ге көбейтемін. 2,7, азайту 1,6 тең болады 1,1. А1 сонда бізде 1,1-ге тең болып тұр. Енді А21-ді табу үшін А1-ге 20-дыны қосуым керек. А21 тең болады 1,1-ге қосамын. 20 көбейту 0,1, 1,1-ге қосамын 2, 3,1. А21 тең болады 3,1. 18-ші есеп мәтінді есеп екен. Бұл жерде айтады, Қайрат 16 бөлшекті Русланның 40 бөлшекті жасайтын уақытына қарағанда 6 сағатқа аз орындайды дейді. Яғни 6 сағатқа кем орындайды. Және де Қайраттың 1 сағатта жасайтын бөлшектер саны, Русланның 1 сағатта жасайтын бөлшектер саны. Яғни Қайрат Русланға қарағанда 1 сағаттың ішінде 3 бөлшекке артық жасайды екен. Руслан сағатына қанша, 1 сағатта қанша бөлшек жасайтындығын табуымыз керек. 16 бөлшек жасайтын уақыты, демек 1 сағаттың ішінде қанша бөлшек жасайтындығын, Русландікі 1 сағаттың ішінде қанша бөлшек жасайтындығын, енді осы теңдеуді шешеміз. Мына жерде
алмастыру арқылы шығаруымызға болады. Y-ті x арқылы өрнектеп алып. Мына жердегі Y-тің орнына 40 бөлінген x-ті апарып қоямын. Немесе бізге Y-ті табу керек болатын болса, бірден бізге Русланның бір сағатта қанша бөлшек жасайтын табуымыз керек қой. Сондықтан мына жерде x-ті табу үшін 40-ты Y-ға бөлемін. Осыны қолданамын. 16 x-тің орнына 40 бөлінген Y-ті апарып қоямын. Тең болады Y қосу 3. Мына жерде ортақ бөлімге келтіріп жіберемін. Y 40 азайту 6Y тең болады Y қосу 3. Мына жерде тұрған Y-іміз ол 16-ға көбейтіледі. Сонда былай болады. 16Y бөлімінде 40 азайту 6Y тең болады Y қосу 3. Енді 40 азайту 6Y-ті Y қосу 3-ке көбейтемін. 16Y тең болады Y қосу 3, 40 азайту 6Y. Жақшаларды ашамын. 16Y тең болады 40Y минус 6Y квадрат қосу 120 азайту 18Y. Топтаймын. 6Y квадрат 40Y 18 менде 22 минус 22-ден 16 алатын болсам 6Y минус 120 тең. Барлығын 6-ға бөліп жіберем. Y квадрат минус Y минус 20 тең 0. Қандай сандарды қосқан кезде 1 шығады, көбейткен кезде минус 20 болады. Демек, көбейткен кезде 20 шығатын, ол бізде 4 пен 5. Солай ма? Ал минус 20 болу үшін оның біреуінің таңбасы минус болу керек деген сөз. 5-тен 4 аламын 1, 5-ті минус 4-ке көбейтемін, минус 20. Енді қарайық. Y-іміз минус 4 бола алмайды, себебі бөлшектің саны теріс сан бола алмайды. Бұл бөгде түбір болады. Бұл жердегі жауап 5. Сонда Руслан сағатына 5 бөлшек жасайды екен. Мінекей осылай етіп, теңдеуімізді құрып, жүйемізді құрып, бір айнымалыны екіншісі арқылы өрнектеп шығарамыз. 19-шы есеп өрнектік шамдау. Бірді жазып қояйын. 1 қосу тангенс квадрат пи бөлінген 2 қосу альфа дейді. Пи бөлінген 2 келтіру формуласы бойынша тангенсіміз котангенс болып өзгереді. Және де бұл жерде шеректегі таңбалары қандай болса да маңызды емес, себебі квадрат тұрғандықтан бәрібір плюс болып кетеді. Сондықтан оған көңіл бөлмейміз бұл жерде. Ал квадрат болмаған жағдайда онда міндетті түрде таңбаны анықтау керек. 1 қосу 1 бөлінген котангенс квадрат альфа. Так, жерде ортақ бөлімге келтіріп шығаруға болады. Ортақ бөлімге келтіріп жіберейік. Мынау бізде котангенс квадрат альфа. Котангенс квадрат альфа плюс 1 көбейту синус квадрат альфа. Котангенс квадрат альфаның өзін косинус квадрат альфа бөлу синус квадрат альфа деп жазуға болады. Котангенс квадрат альфа плюс 1 бізде береді 1 бөлінген синус квадрат альфаны. Оны көбейтемін синус квадрат альфаға. Тең болады. Синус квадрат альфа мен синус квадрат альфа қысқарады. Синус квадрат альфаның косинус квадрат альфаға қатынасы ол тангенс квадрат альфаны береді. 20-ші есеп, осы нұсқаның соңғы есебі. Теңсіздікті шешуіміз керек және оның ең кіші бүтін шешімін табуымыз керек. Теңсіздікті шығарған кезде бірінші алымын 0-ге теңестіріп аламыз. Әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіремін. X 1-ге тең, X тең минус 1-ге. Бөлімі 0-ге тең емес деп аламыз. Себебі бөлшектің бөлімін 0-ге айналдыратын мәндер болмау керек. X бізде 0-ге тең болмау керек. 5x қосу 1 тең болмау керек 0-ге. Демек, X тең болмау керек. Минус 5-тен 1-ге.
Енді осы мәндерді координаталық сәулеге саламыз. Мен белгілеймін -1-ді, бояймын. Себебі қатаң емес теңсіздік. -5-тен 1 боялмайды, ашық қалады. 0 ашық қалады. Және 1 бар. Енді қарайық. Аралықтарға бөлеміз интервалдар әдісі арқылы. Және мына жерден 2-ні аламын. 1-дің оң жағынан 2-ні аламын. 2 қоямын, таңбасы минус, плюс, мына жерде минус болып тұр. Мына жерде түгелмен плюс болады, демек мына жақта минус. Минус, плюс, минус, плюс, минус. Бізге керегі оң аралық. -1-ден -5-тен 1-ге дейін және 0-ден 1-ге дейін. Енді бізге айтады ең кіші бүтін оң шешімі, ол бізде ең кіші бүтін шешімі, оң шешім деп айтпаған екен. Ең кіші оң бүтін шешімі, ол бізде -1-ге тең.